Жарайды, қайырлы түн, әже, деп екеуі әжелерін бетінен бір сүйіп өз бөлмелеріне кетеді. Үңгір, екінші. Келесі күні олар отбасымен табиғат аясына шықты. Ал әжесімен бірге тұратын ағасы жұмысына кетті. Әжелері түнде қатты ауырып үйде қалатын болды. Ең қызығы, баратын жерлері қаражар болып шықты. Ол туралы Райл естігенде қуанғаннан айғайлап жіберді. Ол тез арада дайындалып машинаға бірінші болып отырып алды. Ішінен бұл кездейсоқтық болуы мүмкін емес деп отыр. Таңертеңгі сағат 9-да машина орнынан қозғалды. Машина гүр-гүр етіп айналаға түтін жаюда. Құйылған бензиннің сапасы әдеттегідей төмен болды. Қаражарға жеткенге дейін Райл шыдамсызданып отыр. Бұны байқап отырған әкесі: қазір ертегінің көкесін көресің. Бар шындықты анықтап біліп тыңдармыз. Не болса да кешке дейін уақытымыз бар. Ал Қаражар болса кішкентай ақ жер. Тіпті жарты сағатта диагноз қойып қоямыз, деді көз қырын салып. Райл үндемей ашуланып отырды. Түрінен ақ қазір көреміз деп отырғаны белгілі боп тұр. Бара салысымен Элия мен Райл машинадан оқша атып шығып, Қаражар жотасының барлық жерін тінтуге кіріседі. Іздегендері сол әжелері айтқан сиқырлы үңгір. Бірақ олар ешқандай үңгір таппайды. Тіпті сол маңда жүрген қойшыдан да сұрап көреді. Ол да білмеген соң Райл жотаны 3 рет айналып шығады. Бәрібір ешқандай нәтиже шықпайды. Жотадан алыстау жерлерді де табылып қалар деп үмітпен аралап шықты. Нәтиже өзгеріссіз болып қала берді. Әбден шаршаған екі бала әке-шешелеріне қарай оралуға тура келді. Айнала жасыл кілемдей жайқалып тұр. Қызыл раушан гүлдер билеп тұрған секілді. Элия мен Райл шығыс жақтап көрінді. Алыстан ақ екеуінің бастары салбырап келе жатқаны көрініп тұр. Әкесінен жеңіліп қалғаны былай тұрсын, әжесі үшін қатты уайымдады. Бір жағынан көңілдері түсіп кетті. Жарты сағаттық жұмыс 2 сағатқа созылып кетті ғой, деп әкелері шаршаған 2 саяхатшыны қарсы алды. Аналар да уайымдап: келіңдер, дастарханға, көп кешіктіңдер ғой, деді. Райл не айтарын білмей тек көкжиекке қарап тұрды. Әкелері жақындап: жарайды, Райл, ұмыт енді, басыңды қатырмай. Сен енді ер жігітсің, ер жеттің. 13-ке келіп қалдың. Әжең болса 70-тен алсын, не айтып, не айтпайды, дейді. Оны түсіну керек, деді баласын қолпаштап. Райл тек үнсіздіктен ғана жауап беріп отырды. Ішіндегі ғаламда төңкеріс болып жатқанда ұқсайды. Қиял әлеміндегі шаһарлар қирап жатқан болу керек. Енді бәрін қайтадан салу керек, ойлаған әжесі. Ал ішкі даусы болса: мүмкін емес, әжем алжыған жоқ деп отыр. Одан көп нәрсе үйрендім. Оның ақылын тыңдап лицейге түстім деп тұрғанда, пенде болған соң қателесу мүмкін, ондай да болады, деген ойларды келе бастады. Дастархан басында пісірілген ет, салат, картоп, тағы басқа тағамдар болды. Ешкім әңгіме айтпастан тамақтанып отыр. Тек әкелері екеуіне анда-санда қарап қояды. Тамақ ішіп болған соң екеуі де шетке отыра кетті. Райл әлі де өз-өзіне келе алмай отыр жатыр. Ішкі дүниесіндегі қиял әлемі мен реализм әлде шайқасып жатқандай ұқсайды. Элия да маужырап болған соң нәрселерге жауап беруге табуға тырысып жатты. Ол да әжелерінің ешқандай өтірік айтпайтынын білетін. Тіпті біреу әжесін сағат сұраса да нақты жауап беруге тырысатын. Әжелері олар үшін адамгершілік, шыншылдық нышаны еді. Ал енді сол дүниелердің тас-талқаны шығып жатыр. Элия да енді әжеге не дейміз, әже бізге не дейді, деп өз-өзімен сөйлесіп отыр. Біраз уақыт өткен соң әкелері екеуіне: болды енді балалар, одан да жүріңдер, бір ойын ойнайық, деді көңілді дауыспен. Элия бірден: қандай ойын, әке, деп селк ете қалды. Аналарына шай дайынданшы, талмашақ ойнайық, қызық болады, деді әкесі үстіндегі жейдесін шешіп. Мен дайынмын, кеттік. Бірінші боп Элия: жарайды әкешім, деп орнынан түрегелді інісінің қолына ұстап. Жүр Райл, кеттік, көңіл көтерейік, деді. Райл орнынан қозғалмай: біз енді кішкентай бала емеспіз ғой, тығылмақ ойнайтын, деп бұрқ ете қалды.
бірақ әлі ертегі тыңдап жүрген сияқтысыңдар деп әкелері күлместен мысқылдап қарады. Әпкесі болмай, жүр енді. Бұл біздің жанұямыздың дәстүрлі ойыны ғой. Жүр енді деп қолынан жібермей қойды. Баласының қозғалмақ түгел үн қатпағанын көрген анасы, Райл жан, жүр кеттік, мен де ойнаймын деп күтпеген жерден әрекет жасады. Әдетте аналар ойнамайтын, бірақ осы жолы тосынсый болды. Жарайды деп Райл орнынан ақырын көтерілді. Сулифа көмегі арқылы Элия бірінші боп жұматын болды. Ол машинаға бетін жауып тұрып санай бастады. 1, 2, 3, 4, 45, 77, 99, 100 деп сарғыл санауы тоқтатты да кім тығылды, үлгерді, тығылмаған қырылды, тауып алсам жығылды деп көзін ашып жіберді. Элия ең алдымен жотаның төбесіне шығып алып жоғарыдан айналасын көзбен сүзе бастады. Оңтүстік жақта бір теректің артында біреу тұрған сияқты болып көрінді. Ол бірден қасына жүгіріп барды. Таптым анашым, ол сен ғой деп жалбырап тұрған етегін байқап, тез тауып алдың ғой деп. Жаным, жарайды, мен шай дайындай берейін деді анасы шашын жинап. Енді Райл мен әкемді іздейін деді Элия қайтадан жотаға шығып алып айналасын бір қарады. Бірақ ешкімді көре алмады. Қыз төмен қарай түсе бастады. Алдында ағаштар өсіп тұр. Ештеңе көрінбейді. Элия іздеп кете бергенде ар жақтан бір нәрсе шырт ете қалды. Ол кейін бұрылып тағы да көзімен бір сүзді. Ешкім көрінбеді. Жоғары қарап қалса, Райл талдың басына шығып алыпты. Райл чемпион, көріп қойдың деп айғай салды әпкесі. Жарайды деп інісі ақырын түсе бастады. Әкем мен анам ше, оларды тауып алдың ба деп. Анашымды тауып алдым, енді әкемізді табу керек. Мен де іздеймін, саған көмектесейін деп. Әйтпесе білесің ғой, әкеміздің қалай тығылатынын. Иә, былтыр есімде жайылып жүргенде қойлардың арасына кіріп кетіп еді ғой. 1 сағат іздеп таппады. Ха деп. Екеуі әкелерін іздеп жотаны айнала бастайды. Бір кезде алыстан үлкен бір тастың артында біреу қозғалғандай болды. Райл бірден анау тастың артында сияқты кеттік, ақырындап қорқытып жіберейік деді. Дәл өзі қызыл киімінен ақ белгілі деді Элия. Екеуі де ақырындап жақындап келе берді. Сол кезде әкелері тастың артындағы уысқа ұмтылады. Ой деген дауыс шығады. Балалар тасқа жетейін деп қалды. Тағы да дауыстар шығады. Әке, таптық сен деп. Элия сенің дауыспен жақындады, бірақ олар тастың артында қараса ешкім болмай шығады. Райл жан-жағына қарайды. Қашып кету мүмкін емес. Айналада жұқа шөптен басқа ештеңе көрінбейді. Қуыс жақтан құлап жатқан тастың дауыстары шықты. Деп деген әкелерінің үрейлі айғайы естілді. Әкешім деп екеуі шөп басын қуысқа жүгіріп барды. Қолдарымен тінтіп іздеп жатты. Бір кезде Райл шөптің астындағы бос жерді сезеді. Шөпті ашып қараса кішкентай үңгір бар екен. Іші қараңғы, әкелеріне бір жаман нәрсе болған күмәндары жоқ. Балалары бір сәтке не істерін білмей ойланып қалды. Жүректері дүрс қағуда. Тіпті әжелерім айтқан оқиға естеріне келмеді. Олар еңкейіп әкетай деді. Жауап жоқ. Элия қалтасындағы ұялы телефонын алып шығып шамын қосты. Үңгірдің іші 4 метр деген, бірақ әкелері көрінбейді. Ешкім жоқ қой, деді Райл. Бәлкім ар жағында ор бар шығар. Әкем бір жерінен құлап қалды ма екен, деді Элия уайымдап. Кеттік десін, кәне көрейік деп екеуі еңкейіп бір кіріп кетеді. Мұнда тас па, шөппен дұрыс көрінбейді, байқа Элия деп інісі. Бір уақытта үңгірдің соңына жеткенде аяқ астына жер опырылып кетеді. Деп екеуі төмен қарай құлады. Екеуі қараңғы жерден төмен қарай домалап барады. Түк көрінбейді, тек жердің шөп ғана сезіледі. Олар 1 минут шамасында бөшкедей домалап ақырында кеңістікке атып шықты. Тағы кішкене домалап жотаның етегіне барып тоқтады. Екеуі де орнынан жан-жағына бір қарады. Айналасына ағашқа толы жота екен. Күн бар шуағын шашып тұр. Әкешім деп айқайлады Элия. Ешкім көрінбейді. Тек 100 метрдей қашықта ағаштың артына 2 балақай қарап тұр. Кеттік, мыналардан сұрайық, деді Райл. Жарайды, кеттік деп әпкесі дір етіп
екеуі қол ұстасып жаңа балақайларға жақындап берді. Райл сан түрлі ойларға келе бастады. Балақайлар ағаштың артына шығып тұрып күтіп тұр. Өздері сияқты балаларға ұқсайды. Жақында келген Элия олардың түрінен бір өзгешелік бар екенін байқады. Бірақ нақты қандай өзгешелік бар екенін айта алмайды. Араларында 10 метрдей қалғанда түрлері айдай анық көрінді. Мұрындары ұзындау еді. Элия мен Райл көздері бақырайып қатты. Алдарында тұрған нағыз шокилер. Біреуі сарылау, біреуі екіншісі қаралау келген. Киімдері орта ғасырдікіне ұқсайды. Көйлек, шалбар. Әжелердің айтқандай бір денестеріне түсті. Екі шоки бір қадам алға басып сәлем деді. Шокилер одан сайын жақындап тағы да сәлем деді. Үнсіздікпен Райл бірінші болып жауап қатты. Сәлем, сендер шокисіңдер ма? Бұл қай жер? Я, біз шокиміз. Бұл жер шокі әлем. Сендер қайдан білесіңдер? Деді ұзындау келгені. Әжеміз айтқан, деді Райл. Элия шыдай алмай, мә, әжеміз шын айтқан екен ғой. Мәссаған, деп секіріп өз-өзіне келе алмай шықты. Әжемнің әңгімесін тыңдап алу керек еді. Сол кезде әлдеқайда жақсы болушы еді ғой деп келіп жатты. Айтып едім ғой мен, деді інісі қуанып. Енді әкеміз көреді. Айтпақшы, әкем қайда? Деп әпкесінің түрі өзгеріп, Райл екі шокиден бұрылып, сендер біздің әкемізді көрмедіңдер ме? Деді. Ал сендер кімсіңдер? Деп екінші шоки. Біз оқушымыз. Ой, адамбыз, деді Элия. Інісі әпкесіне қарап, біртүрлі естіледі екен, адамбыз деген, деді жымиып. Өткенде бір адам жайлы естігенбіз. Әкелерің сұлу болу керек. Оны тұздейімдектер алып кетті, деді сары шоки. Қалай тұздейімдектер? Кім? Райл қабағын шытып. Сендер тез тығылуларың керек. Жақын жерден тұздейімдіктер жүруі мүмкін. Бәрін кейін түсіндіреміз, деді қара шоки. Бұл жерден тезірек кету керек. Олар бәрі бірге солтүстікке қарай жүгіріп кетті. Жүгіріп келе жатып, есімдері кім болады? Деді Элия. Мен шоқаймын. Ал менің атым Арс. Ал менің атым Элия. Ал мынау інім Райл. Қуаныштымын, деп Райл бір қарады. Біраз жүгіріп бір жартасты асқан соң тоқтап үзіліс жасады. Уф, әйтеуір жеттік, деп шоқай. Онда тұздейімдіктер жүрмейді. Ал біздің көрініп тұрған жотаның артындағы үйде тұрамыз. Жүріңдер, деді. Орманның шетіндегі ауылға жақындай бергенде Райл тоқтай қалып, үйлерінің шоколадтан ба деп сұрады. Әжесі айтқанда есіне түскен болу керек. Арыстан қалып, не шоколадтан, басқа неден болсын, деді түк түсінбей. Мәссаған, деп қалды Райл. Ал сендерде ше? Бізде тастан, кірпіштен, деп жауап қатты Элия. Мә, тастан ба? Бізде тасты әшекей ретінде ғана қолданады. Патша хандар ғана болады. Бұл өте сирек кездесетін бағалы зат қой, міне. Ғажап. Шоқайдың көзі үлкейіп кетті. Шоқ әлемде барлық ғимаратта шоколадтан жасалады. Кейде арасында сағыз қолданылады, деді Арс байыппен. Қазір көресіңдер. Ой, жоға, дәмін татасыңдар. Олар шоколадтан жасалған ауылға жақындап қалады. Нағыз шоколадтан есік алдына мұрны ұзындау келген шоқи апасы қарсы алды. Шоқай жақындап, апа, адамдар келді, деді. Апалары оларға екі басты адам көрінгендей қарап қалыпты. Элия інісіне сыбырлап, адамдарды келді дегенде өзінің адам екенін басқаша сезінеді екенсің, деді. Я, біз адамбыз, деді Райл. Олар шоколадты үйді бір айналып қарап шықты. Райл тіпті үйдің дәмін татты. Ешкімге білдірместен жалап көрді. Адам сенгісіз. Үй нағыз шоколадтан жасалған. Ал үйдің шатыры жасыл түсті болды. Қасындағы үйлері де осыны тәтті әрі дәмді еді. Үйдің дәмі жердегі шоколадты әлде қайда жеңіл, әрі дәмі тіл үйіреді екен. Элия да әлі сене алар емес. Мынау нағыз шоколад қой, мүмкін емес, бұл нағыз шоколад, деді. Я, мен тіпті дәмін татып көрдім, деді Райл, әлі де таңғалғысы бітпей. Олар үйге кіріп дастархан басына жайғасты. Екі қонақ қайта-қайта үйдің қабырғаларына қарап ұстап көріп жатты. Шыдай тұрыңдар, қазір әкелемін, деген дауыс естілді. Апалар шоколадтың түрлі-түрлілерін әкеле бастады. Тіпті сандыққа тығып қойған қызыл шоколадты да әкеп қойды. Қонақтар келсе жақсы осы. Біраз нәрсе жеп қаласыңдар, деді Арс. Сендерде солай ма? Деді Райл күлімсіреп.
деп күлім жіберді Элия. Өйткені бұл сөзді әпкесінен басқа ешкім түсінбеген еді. Бір кезде Шоки апа бөлмеге кіріп келе жатып, қазір таяқ жейсіңдер деді. Екі Шоки аллағай таяқ жейміз деп қуанып жатты. Элия мен Райл түк түсінбей бір-біріне қарап қалады. Элия ыңғайсызданып не үшін деп қалды. Апа қайтадан бөлмеден шығып таяқ қолы толы үлкен табақ алып келді. Екі қонақ Шокилердің қуаныштарын енді түсінеді. Өйткені бұл шоколад таяқтары еді. Бұл таяқ ерекше жақсы шоколадтан жасалған еді. Дастарханның басындағылар таяқ жеуге кіріседі. Балалар тойғанша таяқ жеп алады. Шоколадтың дәмі жеңіл әрі жүректі айнытпайды екен. Шіркін, жер бетіндегі барлық балалар тек осында таяқ жесе екен. Әкемізді қалай табуға болады? Деп сұрады Райл ападан. Тұзды емдіктілер елі алыста және өте қауіпті деді апа. Тұзды емдіктер кім? Айтып берші деді Элия. Олар біздің жауымыз. Тұзды емдіктер ащыны жақсы көреді, ал біз тәттіні жақсы көреміз. Олар өте қауіпті, ешкім аямайды, тіпті тұздап қатырып тастауы мүмкін деді апа үрейлі дауыспен. Қызық екен деді Элия. Сендерге тек Шоқоған көмектесе алады. Шоқоған кім деді Райл. Шоқоғанды білмейсіңдер ме деді апа таңғалып. Кешіріңіз, білмейміз деді Элия ыңғайсызданып. Ол Шоко әлемнің патшасы. Біздің үлкен тірегіміз. Жақсы кісі, бәріміз оны жақсы көреміз деді Шоқай сөзге араласып. Апа Арысқа қарап, сен тамақ ішіп болған соң Шоқокентке аттан. Тез сарайдағыларға мына адамдар туралы хабар бер деді. Қазір-ақ шығып кетейін, тамақты жолда ішермін деп Арыс орнынан атып түрегелді. Ол үйдің алдындағы байлаулы тұрған атқа мініп алып шаба жөнелді. Апа екі адамға бұрылып, сендерде бірнеше күн күтуге тура келеді. Шоқоғаннан жауап келгенше біздің үйде тұра тұрасыңдар деді. Рахмет апа, біз айналаны көріп қайтсақ болады ма деді Элия. Әрине, бірақ анау жотаның арғы жағына бармаңдар, ол жерде тозу демек. Қауіпті, жарайды ма деді апа. Жақсы, түсінікті деді балалар. Тамақты ішіп алған соң екі қонақ Шоко әлемін аралауға кіріседі. Олар жақын жердегі қалаларға барып айналаны зерттей бастады. Әрине, қастарында Шоқай жүрді. Екі қонақ пен Шоқай бірінші кезекте қаланың орталығына барды. Жол бойында кездестірген Шокилер бәрі адам көрмегендей. Екі қонаққа үңіліп қарап жатты. Шынында да көп адам көрмеген еді. Кейбіреулері жақындап келіп сәлем беруде қош келдіңдер адамдар деп жатты. Қаланың орталық көшелері тап-таза екен, жолдары кәмпит тастардан жасалған. Біраз жүрген соң орталық базар басталды. Шокилер мұнда омырсқадай қайнап жүріп жатты. Біреулер қымбат шөп сатып жатса, тағы біреулері ыдыс сатып жатты. Элия бір кезде, меніңше, біздің әлемімізге қарағанда мына жақта көп нәрсені жеуге болады деп ойымен бөлісті. Иә, кейде қарның қатты ашқан кезде ыдысты қалай жеп қойғаныңды білмей қаласың деп Шоқай күңк етті. Артынан бәрі бірге күліп жіберді. Ха-ха-ха. Бір уақытта дүкендерді тізбегі басталды. Қонақтар ең алдымен нан дүкеніне кірді. Дүкенге кіргенде шоколад аралас нанның иісі аңқып тұрды. Бұл жерде шоколад наны сатылатын. Шоқай сатушыға жақындап, 4 нан және 3 бауырсақ беріңізші деді. 32 шөңке деді жуандау келген сатушы апай. Мінекей алыңыз деп Шоқай қалтасына қоңыз 4 бұрышты ақшасына алып шықты. Сатушы апай нанды бір бөлек, бауырсақты бір бөлек салып берді. Бұның себебі сатып алушыларды әдетте бауырсақты ыстықтай жейтін. Шоқай нанды сөмкесіне салып бауырсақты бір тістейді. Дәм татыңдар деп қонақтарға ілтипат көрсетті. Элия көп күтпей ақ жеп көрді. Қандай дәмді. Бұл біздің бауырсаққа ұқсайды екен, бірақ шоколадтың дәмі. Бала бұл дүкеннен шығып қарама-қарсы тұрған Шоко атты кафеге кірді. Іші толған Шокилер үшеуі терезенің қасындағы бос үстелге жайғасты. Даяшы қыз бірден келе қойды. Қандай тапсырыс болады дейді қоңыр киім киген қыз қаламын дайындап. Шоқай қонақтардың не айтарын білмей тұрғандарын байқап, мұнда неше түрлі шоколадтар бар. Қаладағы ең тәтті шоколадтар осында. Сұйық шоколад, қатты, ыстық, суық, мұз, тіпті жасыл шоколад та бар. Көмекші болуға тырысты. Маған ауа шоколад керек деді.
Ере кішкене ойланып, маған болса ыстық шоколад деді. Ал маған ащы шоколад деді Райл даусымен көтеріңкіреп. Сол сәтте жақын жерден онсыз да қайта-қайта оралғанын қарап отырған шокилер қонақтарға жалт етіп қарады. Даяшы қыз да көз бақырайып, не? деді. Шоқай келдіңіз Райлдың аяғына басып жіберіп. Тез, бұл жерде сөзді айтпа. Тұз деді сыбырлап. Ащы деген сөзді ме? деді Райл түк түсінбей. Біздің жақта ондай шоколад болады. Бұл жақта да болу керек қой. Даяшы қыз не айтарын білмей тұрып қалады. Бұл сөз жерде 300 жылдан бері бірінші рет айтылған еді. Ең соңғы рет жынданып кеткен бір шалы айтқан болатын. Шоқай жағдайды дұрыстауға тырысып, асшы деп айтқысы келген, яғни аспазшы деп күлуге тырысты. Ха-ха-ха, даяшы да еріксіз деген дыбыстар шықты. Онда маған мұз шоколад деді. Жағдайды енді түсінген Райл. Ха-ха, 10 минуттан кейін тапсырыс келеді. Ішуді жеуге кіріседі. Керемет, деді Рейн Элия басын шайқап. Райл болса мұз шоколадты жалап жеп жатты. 5-10 минуттан кейін Шоқайдың алдында ештеңе қалмады. Ал екі қонақтың алдында бос табақшалар тұрды. Шоқай таң қалып, мыналар ше, соңына дейін жеу керек деп табақшаларына ишара етті. Элия түк түсінбей, дысты ма? деді аузы аңқайып. Әлбетте, бұл табақшалар өте дәмді шоколадтан жасалған. Табақшаларды қалдырып кету өте ұят нәрсе. Жеп көріңдерші, деп Шоқай олардың көндіруге тырысты. Элия өзінің ыңғайсызданып сезініп, өмірінде көп табақшаларды жуған едім, бірақ жеп көрмеппін, деді. Элия жан-жағына бір қаратты, табақты аузына апарды. Ешкім қарап тұрған жоқ екен. Алдымен жалап көрді. Оның көзі жайнап кетті. Артында қырт етіп басып тістеді. Қандай керемет, көрші Райл, ұшатын табақшалар туралы естіп едім, бірақ дәмді табақшалар екен, тіпті қызық болды ғой, деді Райл Шоқайға қарап, әлі де не істерін білмей. Сен бағана жеу туралы айтқанда қалжың деп ойлағам. Біз негізі қалжыңда болса да өтірік айтпаймыз, деді Шоқай көкірегін көтеріп. Бірақ манағы қалжың емес еді. Райл бір оңға, бір солға қарап, сары табақшаны істеп көрді. Мынау мұз шоколадтан артық қой, деді таңғалысымен жасыра алмай. Шо-хо-хо деп кейбір шокилер орыс осында ыдыс жеу үшін ғана келеді. Бұл жерлердің ыдыстары ерекше. Элия өзін ұстай алмай, қандай рахат, ыдыс жуу керек емес. Бізде де осылай болса ғой, деді. Райл енді тоқтамай табақты жеп жатты. Біздің жақта ыдыстар жеп көріп, артынан мынаны жын ұрған ба деп анашымнан таяқ жейсің деп тәжірибесімен бөлісті. Шоқай таң қалып, күшті екен. Бізде анардың таяғы өте бағалы. Олар көбінесе өз қолымен жасайды, өте тәтті, деді. Иә, әсіресе оқтаулары өте ерекше болады. Бәрі ыдыстарын жеп болған соң сыртқа шықты. Кафенің алдында еңіреп жылап тұрған 4 жасар балақай тұр. Ол атасының етегінен ұстап, Шокуару, мен ойыншық машинамның дөңгелегін жеп қойды, басқасын алып бер, деп бар даусымен жылап жатты. Ал ар жағында түк болмаған ердің жалап тұрған қарындасы тұр. Шоқай қолын тілдеп, жүріңдер, бізде мұндай келеңсіз жайттар жиі болады. Негізі ойыншықтарда тұз қосылу керек. Стандарт бойынша істелмеген ғой, деді. Балдай тәтті үйлердің бірінде Шококенттің бас уәзірі Бастуар ақсақал тәтті ұйқысынан шошып оянды. Ол түсінде тұзды жартастың шетінен құлағалы тұр екен. Үсті басы тұз болып, әрең дегенде жартастан жерге түседі. Ол ұйқысынан оянса, түсіндегі тұздың дәмін әлі аузынан көтер емес. Бастуар ақсақал бірден терезені ашып жіберді. Күні бір шуағын шашып, әлемді жарық пен қуанышқа толтырып тұр. Таңғы салқын жел солтүстіктен хош иістер жинап, Шоккент көшелері аулаларын таңғажайып сарайға айналдырды. Құстары бар өнерін салып, ән шырқап тұр. Бастуар ақсақал бұл құстар оркестріне әдеттегідей жем беруге кірісті. Жеммен қатар көңілдеп шыққан жылы сөздер ең маңызды азық әрине. Келбетті қаба ақсақал таңғы асын ішкен соң сарайға қарай бет алды. Жағымсыз жаңалықты сарай сақшыларына бұрын жолдағы әйелдер естіді. Сенгісі келмеді. Ішінен мүмкін емес. Қаншама жыл
мұндай болмап еді. Кеше ғана бәрі бүтін еді, ал бүгін көңілдің іші толған қара түтін, деп сарайға бет алып ақиқатқа жақындай береді. Сәлем бердік, мырза, деп мұңды дауыспен қарсы алды қорғаншылар. Сәлем бәріңе, деп Астуар мырза қорғаншылардың жүздерін өткір көзімен сүзіп өтті. Ішінен бәрін түсінікті, қорқып жүрген нәрсе басымызға келді. Соңғы күндері осы ұрлықтан қорқып жүргендердің саны себепсіз артқан еді. Осылай бәлені өзіміз шақырып алдық па, деп бас уәзірдің басынан сан түрлі ой келе бастады. Астуардың алдынан бір жақсы киінген нөкер шығып, Шоқы хан, сізді күтіп отырдым, деп ащы сорпаға одан сайын тұз қосқандай болды. Дәлізде Астуар жүріп бара қабырғаның бетіне жылып жатқан бозбалада шоколад тамшылары пайда болғанын байқады. Сол кезде өзінің жүрегіне қанжар соғып алғандай сезінді. Өйткені қабырғаның жылауы шоколадтың күшейіп кеткенінің белгісі еді. Шындыққа 5-10 метрдей қашықтық қала. Алтын шоколадтан жасалған тәтті есіктің арғы жағында он ащы шындық күтіп отырды. Бірақ бәрі жақсы шығар деген үміті жүрегінің бір шетінде әлі де бой бермей арпалысуда. Астуар мырза есікті ашып жібергенде есікті тіпті еңіреген дауыс шықты. Ар жағында басы салбырап Шоқы-Кенттің батшасы Шоқы хан отыр. Астуар сасықанымыз мүшкіл, сиқырлы шоколад дәндер ұрланды, деді жайбарақат даусымен. Патшаның даусы жайбарақат болғанмен ішінде күйіп тұрған шоқ секілді. Дәндер бізден кетті деңізші, демек бізде шірік пайда болған ғой, деді Астуар мен мың жасаған адамның даусымен. Қалай сонда Шоқи ретінде өз-өзімізде түсіміз керек. Бұл соның белгісі, деді бас уәзір патшаның көзіне тура қарап. Деп патша сәл ойланып қалды. Алайда дәндердің соңынан қуғыншыларды жіберу керек. Әрине, бірақ бұл іс әркімнің қолына келе бермейді. Халқы үшін жанын пида ете алатын ерекше жан керек, деді ақсақалды Астуар. Мен тағы бір кісілермен ақылдасып көрейін. Ұрлықшылар кім деп ойлайсың? Тұземдіктер, әрине. Я тұзымды істейтін қалдырып кетіпті, деді патша жерді үңіліп әңгіме осылай жүктеді. Сарай тұрғындарының аузында тұздың дәмі сезіле бастады. Оларда ұрының қай елден болғаны түсінікті болды. Ұры тұзем елінен. Тұземдіктер көптен бері осы сияқты шоколад дәндерін қолға түсіре алмай жүр еді. Ащы жоспарларын іске асыру тұземдіктердің көнеден бері келе жатқан мақсаты. Өйткені өмірлері ащы болып кеткен еді. Сөйлеген сөздері ащы, ұйқылары ащы, тіпті сөздері де ащы. Басқалардың тәтті өмірден қызғанып бастарына ащы ойлар келетін. Араларындағы араздықтарының 3000 жыл тарихы бар. Қандай айла ойлаптаса да нәтижесі болатын, бірақ осы жолы дегендеріне жетеді. Сол күні Шоқы-Кент жаңбыр жауып, шоколадтан жасалған ғимараттар ақырындап ерие бастайды. Сиқырлы дәндер болмаған соң шоколадтың құрамы өзгеріске ұшырайды. Шоқы-Кент халқының мазалары кетіп, уайым өз салтанаттарын құра бастайды. Осылайша қала көшелерінде шоколад ағады. Жаңбыр біткен соң күнге қызған сұйықтығы нағыз шоколадқа айналады. Сөйтіп қаланың қасында шоколад көлі пайда болады. Шоқы-Кенттің патшасы Шоқы хан халқын тәтісай алаңына жинайды. Бұл әйгілі алаңда бірнеше мың шоқи сыйып кететін. Шоқилердің басшысы Шоқы хан патша ащы хабарды халқының тәтті жүздеріне қалай айтарын білмеді. Өйткені жаман хабарды айту оңай шаруа емес. Шоқилері үндеместен Шоқы ханның не айтарын күтуде. Араларында бұл қайғылы жаңалықты туралы естігендер бар ма? Басым көпшілігі әйелдер еді. Бірақ ресми түрде ешкім әлі жарияламаған еді. Дегенмен Шоқы хан бар күшін жинап, халқы саны шектеулі сиқырлы шоколад дәндерін тұземдіктер ұрлап әкетті еді. Сол кезде шоқилердің түрі бұзылып, не істерін білмей қалды. Халық шуылдап кетеді. Шоқы хан сөзін ары қарай жалғастырып, бұл дәндер біз үшін өте маңызды. Шоқы әлемінің көзі сол дәндер. Бұл дәндерді әлденердің өзі сақтап бізге аманат етті. Дәндерді қайтару керек. Араларында қайтарам деген жиен жан бар ма?
сәтте патша үміттен жан-жағына қарайды, айналаны шыныдай қатып қалған үнсіздік бұзады. Біраз уақыт өткен соң бір әйгілі батыр шығып, мен дайынмын деп үнсіздікті бұзады. Оған қосыла тағы аты шыққан 3 батыр шығады. Жоғалған қатты қуанып кетеді. Патша ақсақалдары бірге тұзды емдікке аттанады. Бұл 4 батырмен өзінің сарайында кездеседі. Бәрі де мықты жігіттер. Кезінде бұл елжірек батырлар ақ білектің күшімен, ақ найзаның ұшымен шоқидер жеңіске жетелеген. Бой десе бойы, ой десе ойы бар. Бұл батырлар кез келген тапсырманы орындауға дайын. Елі үшін жанын беруге әзір. Бірақ ақсақалдар бұл 4-еуін емес, 2 адам баласын, Элия мен Райлды жіберуді ұсынады. Жоғалған ақсақалдардың 2 жас баланы жіберуге көнеді. Бірақ хан сонда да бұл адамдар кімдер деп ақсақалдардан сұрады. Бұл бастылар ақсақалды кідірместен. Бұл балалар сымбатты да ақылды бауырлар. Элия мен Райл олардың біздің елімізде жүргеніне бірнеше күн болды. Балалар алдымен оңтүстікке жақтағы ауылға келді. Артынша қаламыздағы бір үйге кеп орналасты. Қазір олар Шоқай деген баланың үйінде. Олар туралы көбірек айтып беріңізші, деді хан қызығып. Бұл 2 жас баланың қарапайым отбасы болғанымен мінез құлықтары Ханшай мен Хансананікі сияқты. Элия кішітайынан жауапкершілігі жоғары қыз болып өскен. Өзі өте мейірімді әрі адалдыққа қатты мән береді. Ол шешім қабылдағанда бәрін тереңнен ойлап негіз тапқан соң ол сол ойын іске асырады. Ал Рай болса аса сезімтал жан. Шешімді тез қабылдайды, бірақ соңғы кездерде логикаға қатты мән. Жүр, сіздерге көмектесуге әрдайым дайын. Біреу көмек керек жүр десе, шын жүректе қолынан келгенін істейді. Әкесі мен анасы оларға ерекше тәрбие берген өсірген екен. Олар туралы егжей-тегжей біледі екенбіз. Бұл мәліметтер қайдан келіп жатыр, деді патша. Мына кітаптан, деді пастор бір кітапты жоғары көтерді. Жалғасы қызық болса, менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Таңғы ғажайып ертегіні жалғастыратын боламыз.